кішкене қимылдатпай ұсташы. Қарай бұрылсақ, бізде осындай рабочий стол тұрады. Вояжный типа мотивация, короче. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Сымбат, менің каналыма видеома қош келдіңіздер. Және де бүгінгі түсіретін видео менде рум тур деп аталады. Және де бүгін видеоны өте көп күттіңіздер деп ойлаймын. Себебі көп несе Инстаграмнан, Ютубтан өте көп адамдар сұраған болады. Бүгінгі видео бізде өте қызықты болып тұр. Видеоны созбай тезірек бастайық. Ең алдымен кірген кезде әрине осындай есік, аппақ. Алдыңғы жолдары мен рум тур түсіргенмін. Мне кажется, басқа бөлмеміз түсіргенбіз, сондықтан да, то есть басқаша болып бөлмеміз, и қазір түсіріп жатырмын. Ең алдымен оңға қарай бұрылсақ, бізде осындай рабочий стол тұрады. Бұл жақта енді көбінесе там сабаққа жасайтын, сабаққа керек бықы-чықы заттар тұрады, ұсақ түйек заттар. Мына жақта менің рюкзагым, және сумочкам и ноутбугым. Көбінесе бұл жақта менің заттарым да. Қараңыздар, мына жақта менде маркерлерім, ручкаларым, кітаптарым, міне дәптерлерім, шашыма жасайтын утюгтарым, вот сондайлар бар. Мына жақта және де астынан өтіп ашылатын не бар. Бұл жақта әдемі кітаптар тұрады. Вот. Мына жақта тоже сондай бір блокнот, сондай бір қағаздар әйтеуір. Мына жақта Батырхан ойынша жатыр әйтеуір. И мына жақта біз осындай немен тігеміз. Сол осылай қойып қоямыз. Сөйтіп, біз ары қарай баратын болсақ, бұл жерде бізде төсек, диван. Бұл жаққа бізде әдемі, или мен, кезек жатамыз. Міне жастар, нау әдеміні жинап қойғаны мән бермей қойыңыздар енді. Онша қатты әдемі емес, но енді қабылдайық. И содан кейін мен кейбір кезде жерге жатам, кейбір кезде әдемі жерге жатады. Кейбір кезде мен диванға жатам да, мен диванға жатам. Так что кезек, біресе диванға, біресе там неге. Но негізі диван ашылады, просто старый болғандықтан кішкене сынып қалған. Мына жерде мен төсегім тұр. Так, терезеде бізде штор болған, штор тоже кішкене там кішкентай балдар ойнап құлатып тастаған, мысалы оған. Терезенің алдында әдемінің заттары тоже ұсақ түйек. Мына жақта барлығы бақырсып жатыр, сондықтан да мән бермей қойыңыздар. Вот. Енді дальше бұл бізде осындай терезе. Мына жақта менің заттарым. Достар, сіздердің араларыңызда ойлайтындар бар, который әдеміге жаманын беріп қойды да, Сымбат өзіне күштісін алып алды. Ондай адамдар болғаны, ондай хейттер. Және де, на самом деле, ондай емес. Әдемі өзі таңдайды, және мен оған әрине беремін рұқсат. Мен өзім таңдап алмаймын, әдеміге таңдау беремін, содан кейін бірақ өзім таңдаймын. Вот сондықтан ондай хейт керек емес. Бұл жақта косметика, уходовый заттар, көбінесе әртүрлі заттар өзіме керектің барлығы тұрады. Вот. Қысқасы көрсетейін. Мына менде шашқа тағатын қазіргі заколкам. Бұрында мынаны таққам. Так, мына жақта тарақ тұр. Осындай 2-3 тарақ әйтеуір. Менің зубная щеткам. Мынандай үлкен айна. Вот, мындай айна. Сонымен қатар мына жақта осындай коробочка. Бұл коробканың ішінде көбінесе резинка, заколка, сондай көбінесе нәрселер. Мына жақта менің косметичкам, ішіне косметика, мына жақта тоже косметика. Мына жақта уходовый средстволар, мына жақта вот. Мына жақта осындай заттар. Мына астында керек емес заттар көбінесе. Мына жақта менде мынандай кремдар, духилар, көбінесе мен қолданатын осындай тоналка тұр. Осындай общем уходовый керек заттар мына жерлерде. Вот. Мына жерде бізде осындай тумочка бар. Біріншісі менікі, екіншісі әдемінікі, үшіншісі анамдікі. То есть мамамыздікі, но мамамыздікі дегенде бір нәрсе тігеді да, сондай нәрселерге керек заттар тігетін. Келесі бұл бізде, потом мынандай не бар? Сурет менің баяғы, бұны қаншасы жыл салғанын не помню. Әйтеуір 2020-да ғой дейм салғам, или 2021-де салдым осыны. Әлі тұр, Мына жерде әдемінің кішкентай кезде суреті. Әдемінің түрі. Вот, дальше мына жақта осындай тоже плакат. Это твоя же типа мотивация, Так, дальше бұл бізде осылай кеткеннен кейін бізде үлкен шкаф тұрады. Бұл әрине менің өзімнің жалғыз емес. Если бы мен өзімде жалғыз болса, прям күшті болушы еді. Так, мына жақта бізде әдемінікі. Әдемінің ашпай қойын енді. Әдемінікі. Мына жақта бізде
мынандай кітап не тұратын әйтеуір мынау непонятно кімде дейтін жақсы Әділжандікі киімдер. Мынау екі есік менікі. Астында менікі және әдемінікі. Дальше бұл жақта Әділжандікі. Әділжанның заттары тұрады мінекей. Дальше осылай болады. Бұл видео сіздерге өте қызықты болады деген ойдамын. Себебі өте көп адам сұраған болатын. Қысқаша болғанымен сіздердің сұрауларыңыз бойынша түсірген болатынмын. Қысқа болсын, ұзақ болсын, әйтеуір қабылдаңыздар. Ютубтағы көрсетіп жатқан активтеріңізге көп рахмет. Мен өте қатты алғысым шексіз прям. Және де бұйырса біз бұдан да көпке жетеміз. 1000 подписчиктен де көп жетеміз. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Сымбат, және де видеоны түсіріп тұрған оператор әдемі. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.